Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 4-ші сынып қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұсаукесер жыры деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тұсаукесер жырын оқисыңдар және меншіктік мағынаны ауызша және жазбаша жеткізуді үйренесіңдер. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерін үйреніп, жаттап, сөздік дәптерімізге жазып алайық. Жыр – песня, мәдениет – культура, ала жіп – черно-белая веревка, дәстүр – традиция, бата – благословение. Осы сөздерді балалар жаттап алуға тырысыңдар. Ендеше оқулықтағы тапсырмаларды жасауға кірісейік. 90-ші бет, 1-ші тапсырма. Сөздердің мағынасын келесі бағаннан тап. Найди значение слов в следующем столбце. Мысалыға, тілек деген сөздің мағынасы басқа адамдарға айтатын жақсы сөз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамызға көшейік. 2-ші тапсырма. Түсініп оқы. Внимательно прочитайте текст. Тұсаукесер рәсімі. Тұсаукесер рәсімі бұл разрезание путь. Это обряд, который выполняется, когда ребенок только начинает ходить. Из белых и черных нитей вьется веревка и завязывается на ноги ребенка. Разрезает путь уважаемый человек. Жақсы, балалар. Келесі тапсырмамыз, 3-ші тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап беріп көр. Мәтінді қалай түсініңдер? Сол бойынша осы сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Отвечайте на вопросы по тексту. 1-ші сұрақ. Тұсаукесер тойында болдың ба? Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Тұсауды кім кеседі? Тұсаукесер жырын кім айтады? Жарайсыңдар балалар. Ендеше мына бір ережені есте сақтап алайық. Егер сөз соңында А, Е, И, Ю, Я, Ж, З, И, қысқа И, Л, Р, У әріптермен аяқталса, оған нікі деген жалғау жалғанады. Мысалға, ер тоқым кімдікі? Баланікі, ұлынікі. Егер сөз соңында Р, Л, М, Н, Н, Ю, У әріптермен аяқталатын болса, оған дікі деген жалғау жалғанады. Түйме ненікі? Камзол дікі. Көрдіңдер ме балалар? Камзол дегенде Л сөзімен аяқталып тұрғандықтан, оған дікі деген жалғау жалғанған. Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Р, Ф, Х, Ч, Ш, Ш сөздермен сөз аяқталатын болса, оған тікі деген жалғау жалғанады. Мысалы, шапан кімдікі? Самат тікі, талап тікі. Қараңдар балалар, самат дегенде Т әрпімен аяқталып тұр, сондықтан оған тікі деген жалғау жалғанады. Жарайсыңдар балалар, сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.